Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын осындай дәмді пирожкидің рецептісімен бөлісемін. Бізде пирожкилеріміз жұп-жұмсақ мақтадай болып шығады. Түрлі асханалардан табылатын дәмді пирожкилерді үй жағдайында жасаймыз. Сіздерге осылай ортасын ашып көрсетемін пирожкилерімізді. Осылай нәзік жұп-жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал ендеше бірге жасайық. Ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Және жылы су қосамыз. Бір шай қасық дрож қосамыз, яғни ашытқы. Жарты ас қасық тұз қосамыз. Және бір дана жұмыртқа қажет. Сұйық май қосамыз. Мұқият араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Қолымызбен жұмсақ қамырымызды илейміз. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер үшін басқа да пайдалы, оңай рецепттер бар. Алдағы уақытта жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басамыз. Ұнымызды осылай аз-аздан қосып отырамыз. Бір келкі болғанша илеп шығамыз. Ал енді үстелдің үстіне илейміз. Осылай бірнеше рет қайталап илейміз. Осылай бізде жып-жылтыр болғанша илеп шығамыз. Бір келкі болып шығу керек. Мінекей осылай. Ыдысымызды майлап, қамырымызды көтерілуге қоямыз. Үстінен жеңіл затпен жауып қоямыз. Ал енді начинкамызды дайындаймыз. Бізге осылай жарты пияз қажет және қайнатып алынған картошкалар. Пиязымызды майдалап тураймыз. Картошкамызды қосамыз. Дәміне қарай қара бұрыш қосамыз.
және тұз қосамыз. Картоп езетімен біркелкі болғанша езіп шығамыз. Начинкамызды дайындап алдық. Бізде тестамыз көтеріліп шықты. Ал енді майда бөліктерге бөліп аламыз. Бізде дәл осы тестамыздан 30 дана пирожки шығады. Және көлемі үлкендеу болады. Және осылай домалақтап пішінін келтіреміз осылай. Барлығында осылай жасап шығамыз. Осылай дайындап аламыз барлығын. Ал енді пирожкилерімізді жаямыз. Осылай ұн сеппейміз және май қолданбаймыз. Қолымызбен саусақтың ұшымен жаямыз осылай. Және бір ас қасықтан начинкамызды саламыз. Осылай ұшыштарын біріктіріп түйеміз. Начинкамызды салып, басқа бөліктеріне түйеміз. Қолымызбен жаямыз осылай. Картошкамызды салып, ұштарын біріктіріп шығамыз. Және осылай саусақтың үстімен кішкене басамыз. Барлығын осылай түйіп аламыз. Осылай жайып аламыз. Жабыспайтын нәрсеге осылай төсейміз. Және пирожкилерімізді тізіп қоямыз. Майымызды қыздырамыз және бірінші түйген пирожкилерімізден бастап пісіреміз. Бізде отымыз қатты болмайды және орташа болу керек. Орташа отымызда пісіріп отырамыз.
Осылай ісініп шыққан кезде астындағы бөліктері піседі. Екінші бетін аударып пісіреміз. Осылай орташа отта пісіресіздер. Ал бізде алғашқылары пісіп шықты. Майымыздан аламыз енді. Келесі бөліктерінде осылай пісіреміз. Осылай ісініп шыққан кезде екінші бетіне аударамыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, жұп-жұмсақ болып шығады. Ал баршаларыңызға ас болсын, жасап көріңіздер.